Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге дәл осылай қышырлап дайындалатын стрепси дайындап көрсетемін. Ең алдымен каналға тіркеліп лайк басып қоңырау белгісін басып қойыңыз. Бізге қажетті заттар: ұн, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, қалаған дәмдеуіштеріңіз және суды қосып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қазір кез келген тамақтанатын орындарға баратын болсаңыз, стрепсиді азғынтай штугын қымбатқа сатады, оны үйде көп қылып жасауға болады. Осылай жақсылап араластырып бір шетке қойып тұрамыз. Ендігі кезекте тауықтың төс етін ұзынша етіп турап алдым. Туралған етімнің бәрін жаңағы қоспамызға салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямын. Ендігі кезекте соусын дайындаймыз. Соусы оңай екен, дәмі жақсы шығады екен. Майонезге 1 чеснокты теркадан жақсылап өткіздім. Майда жерінен лимондың суын сықтым. Үстіне азырақ укроп салып, жақсылап барлығын араластырып қойдым. Ендігі кезекте жарты сағат өткеннен кейін ұнға үстіне 1 шай қасық тұз және паприканы қосып жақсылап араластырып, дайын болған тауықтың етін үстіне салып, жақсылап ұнға малып, қызып тұрған майға саламыз. Күнделікті өзіңіз тамақ жасап жүрген майға жасасаңыздар да болады, дәмі жақсы шығады екен. Қызыл қоңыр түске енгенше осылай 2 бетін аударып пісіріп аламыз. Дәл осылай қызыл қоңыр түске енген кезде ала бересіздер, арасы да толық піседі. Дыбысын естісеңіздер, қышырлап әдемі болып піседі. Дәмі де керемет болады. Соуспен қоссаңыздар, үйлесіп тұрады дәмі. Арасы да толық піскен. Видеода көрсеңіздер болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып, қолдап кетіңіздер және де өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің қызым мен балама қатты ұнады. Сіздер де балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғысым шексіз. Сау болыңыздар.